күліп ұшқан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Арман қылған қиял қуған кезің қайда, құрғы қыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алдаулаған сезім қайда, армандастар, құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен. Қайран 25 жалындаған, 25-те ешкімде жалынбаған туған күнді бүгін бір тойлайықшы, бүгінгі кез жыр қалмасын, тән қалмасын салынбаған. Сырласы шалқыптасы құрбылар барады қолызасы. Мұн өмірде кездессе де қиынсын, шаңыраққа шаттық келіп құйылсын, шын жүректен тілейтінім өзіңе. Достар саған тек той үшін желсін деген келеді. Мен сені сүйдім, жұлдыздар куә. Мен сені сүйдім, айымдар куә. Бір көргеннен ғашық болдым, құлай сүйдім деген кез болған еді. Сезімімді асқар шаңнан құлатып, бір көргеннен құлай сүйдім ұнатып. Деген едім пәк келбетің қызара, жалт қарадың жанарыңнан сұратып. Жүрек сезіп өз серігін тапқанды, күйді кезіп тұрғанымда шаттанды. Балай салып мені көптің біріне, сөз ғой дедің, бәр айтатын жаттанды. Маған арнап жыр жаз дедің жүректен, өзің болып шабытыма гүлеккен. Менің күллі ғұмырыма татиды сол бір түнім сені менен бір өткен. Жаттанды деп қалай ғана айтасың, жүрегімді жарып шыққан жырымды деген едім. Рахмет сіздерге. Мұңнан мезі болғандай нақ бүгін, қайғы қинап шыр-шыр етті шаттығым. Сәби шақта өксіткенді бұл өмір әлі күнге басылған жоқ. Аптығым қай төршіді өскен сайын өксігім, қарай көрген қасіреттің кекшілін, жан азабын жеңілдете алмады, шарап ішіп шеккенімен көпшілім. Достықтың бәлкім белгісі болар, нықталған, бөлісіп сырды бір болып қанша шықтарман, шегіне жетпей қиялмен ғажап дүниенің еске алам кезде көңілде мәңгі сақталған. Мына қазір баспалдақтың соңғы белесінде тұрсын, ертерек қолыңа сол қағазыңды алып, соның жемісін көр. Короче, жазға қарай бір қолда диплом, бір қолда құс тұратын болсын. Дегеніңіз жет, ешқандай жаманшылық көрмей, осылай мынау жолдастарының арасында осылай әрдайым жүзімнен күлкі арылмай, сыйлы боп, құрметті боп, өсіп, нең тасың өрі қарай өрлесін дейді ғой, жұмысың әрі қарап жүре берсін. Сол жұмысының жемісін көр. 5 жыл оқыған біліміңді міне енді бірер шақта 5 минутсыз журналист дейді ғой. Енді Құдай қаласа бір 2-3 айдан кейін қолыңа көк қағазың тиеді. Сол еңбегіңнің ең басты жемісін же. Қазіргі уақыт нағыз қарбалас кезең. Қым-қуат тіршіліктің бірінде абитуриенттер қауымы оқуға түсуге талаптанса, енді бір тобы, яғни студенттер қауымы оқу орындарын аяқтап, өмірдің сан тарау соқпағына білікті маман болып атталып отыр. Осы орайда Қазақтың мемлекеттік ұлттық университетінен түсірілген тілші бейне көрінісі.
Аталмыш оқу орнының журналистика факультетінен түлеп ұшқан барлығы 116 студенттің өмірге қанат қағуы үлкен қуаныш. Ертеңгі ел мұқтажын үкіметке жеткізер, көкірек көзі ояу журналист қауымда жүктелер жауапкершілікте ауыр. Газетте, теледидарда, радиода майын тамызып жазар қаламы жүйрік білімді маман, бұл 5 жылдық білімді өз бойына жинақтаған жас. Енді бір сәт қызыл дипломмен аяқтаған Ғалымжан Елшібаевтың пікіріне құлақ түрсек. Құда қаласа осы жемісті еңбекті қып-қызыл дипломды қып-қызыл жұмысқа жұмсаймыз, еңбекке ұштастырамыз. Түлектерге бәріне де табыс тілеймін. Шабыттар шалқытай берсін. Құда қаласа болашақта осы елге танымал, халыққа танымал жандар бола берсін, журналистер бола берсін. Жетсең адам бол, қызметіп халқыңа, әнін үйрен қиыны, басыңды ис алдыңа. Амада жолдас бір теңіздей толқып деп, біз әлі Құдайға шүкір теңіз біз деуге әлі қайда ерте, оны болашақ көрсетеді. Қазір біз әлі кішкентай ғана неміз, бұлақпыз, қайнар бұлақтың кішкене несі деп біліңіздер, сылдыры ғана. Күлкісі ғой бұлайша айтқанда. Құда қаласа теңіздерге барып қосылсақ, бізде бір жағасында шағаласын шулатқан, толғаған теңіз болсақ деген бізде де рас. Бір көкейімізде бір тәтті нелер бар, ойлар бар, Құдай жетсек дейміз. Жадырап жаздай жайнаған, ақ көңіл жандар айналам, аман сау болсын достарым, сендерге арнап ән жазам. Елуім менің елуім, елуге келдім мен бүгін, көктемде жайнап көңілім, ризамын саған